Саламатсыздар ма ағайын? Саламатсыздар ма менің каналымның қонақтары? Мына тоқылып жатқан күртенің жеңін аяқтап жатырмын қазір. Жеңін жауып жатырмын. Бұл жерде мынандай өрнек салынғаннан кейін жең ешқандай ұзына бойына ешқандай қысқартулар жасалған жоқ. Өйткені мынау жең дегенмен тоқыманы жиырып тұрады. Және жіпті де көп жейді екен. Сондықтан әуел баста 300 грамм алынған еді. Екі жеңіне жетпейтін болғаннан кейін тағы да 100 грамм алып қосымша. Сонымен бұл күртеге 400 грамм жіп кетті. Енді мынау сіздердің естеріңізде жүрсін, және де алдағы уақытта қалай мынаны жеңін қалай жапқанымды сіздерге көрсетейін. Оның алдында мына айтып кетейін. Мына жеңде 122 жіп болды. 122 жіп. Соны мен 2 есе азайттым. Және де бір жіпті артық алдым. Сонымен барлығы жеңнің жиегінде 62 жіп тұр қазір білтегеште жеңнің жиегінде. Енді соны жауып жатырмын. Жең кішкентай ғана жіп қалды. Енді менің жауып келатқан жібім. Мынау жиегін және жағасын көрсеттім алдында. Жағасын, етегін барлығын бір жіп оң, бір жіп теріс тоқып келе жатырмын. Жеңіне де солай, жеңнің жиегіне де солай бір жіп теріс, бір жіп оң тоқып, 10 жол жүріп, 10 жол тоқыдым. Енді жауып жатырмын. Бірінші тұрған бізде мына оң тоқыс. Кері шалып аламыз. Жіпті тоқып алып, оны жаңағы шалған жіптен өткіземіз. Және де оның алдындағы жіптен өткіземіз. Сөйтіп, бұны кішкене тартып оңдап қоямыз. Келесі жіп, теріс жіп, оң шалып аламыз. Теріс тоқимыз. Ол жіпті жаңағы шалған жіптен өткіземіз. Шалған жіптен өткіземіз, жаңағы алдындағы жіптен өткіземіз. Және де кері шалып аламыз, оң тоқимыз. Тоққан жіпімізді жаңағы шалған жіптен өткіземіз. Және де оның алдындағы жіптен өткіземіз. Сөйтіп, аяғына дейін тоқып шығамыз. Енді мен бұндай тоқып көрген жоқпын. Негізінде жең барлығына жаңағыдай қысқартулар жасап, адамның қары мен білегі бірдей болмайды ғой. Сонда сондай қысқартулар жасайтын едім. Бұл күртенің жеңінде ондай қысқартулар жасалынған жоқ.
Мінекей мен соңына дейін жеттім. Енді мынау алдыңғы бірінші жіптен іліп алып қосамыз. Да сөйтіп бұл жіпті мына жақтан шығарып, сонымен жеңді бір жеңін бітірдік. Деп жігін шығарып болдым. Енді мен тебеммен осы жіпті ары қарай бекітемін. Орыстар цыганская игла дейді, қазақша тебен. Көрпе көктейтін тебен ғой. Сонымен енді оны мен мына жерден тағы да бір рет былай іліп бекітемін де, мынандай жіптің арасынан алып. Сосын барып, мынау тоқылған жіптің ізімен ары қарай бекітемін. Соңына дейін келіп, енді мына жіптің өзінен арасынан былай өткізіп бекітемін. Сонымен мінекей мынандай болып жең мынандай ерек болып бітеді, әдемі болып. Тартылып тұрмайды, әдемі. Сонымен жең дайын, бір жеңі дайын. Ары қарай күнделікті жалғастырамын. Күнде болмағанмен 2 күнде бір рет, 2-3 күнде бір рет видео салуға тырысамын. Менің каналыма жазылыңыздар. Лайк басыңыздар ұнаса. Қосарларыңыз болса, жаңағындай комментарий жазыңыздар. Бір жерім, может быть, менде дұрыс жазбаған шығармын. Дұрыс тоқымаған шығармын. Әзірге осы. Менімен бірге болыңыздар. Менен де жақсы тоқыңыздар. Жаңағындай алып қосарларыңыз болса, жаңағындай комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар, аман болыңыздар, ауырмаңыздар.